Мен Руменова Илана Қазбекқызы, Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжінің информатика пәнінің оқытушысымын. Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Отырыңыздар. Бүгінгі ашық сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің ашық сабағымызды бастамас бұрын осы нейрожаттығу жасасақ, яғни нейрогимнастикалық жаттығулар, барлығымыз орындарымыздан тұрып, осы жаттығуды қайталасақ. Яғни мына жерде көрсетілген бойынша сабағымызды бастамастан бұрын жаттығуды жасаймыз. Екі қолмен барлығымыз қайталаймыз. Келесі жаттығу. Барлығымыз жасаймыз. Ал енді барлығымыз өткен сабақты пысықтау мақсатында интерактив платформасы арқылы, яғни қазір тапсырма орындайтын боламыз. Өткен сабақтағы блокчейн технологиясына қатысты, яғни мұнда суреттер берілген, оның сипаты мен сәйкестендіру қажетпіз. Тақтаға кім шығады? Али Рамазан, келіңіз. Яғни мына жерде интеракт арқылы, яғни берілген сипаты мен сәйкестендіру керек. Бастаймыз. Енді қарап ал, қазір сипатымен сәйкестендіру керек. Биткоин. Дұрыс. Жақсы, орныңызға отырыңыз. Келесі кім шығады? Келі, Асланбек. Таңдаймыз. Яғни сипаты мен сипаттамасын бір қарап аламыз. Қарап алдық па? Енді таңдайсыз. Ақпаратты шифрлау және қорғау әдісі. Дұрыс, тұжырымдама. Жақсы, отырыңыз. Ал енді бүгінгі біздің сабағымызға тоқталатын болсақ, тақырыбымыз электрондық цифрлық қолтаңба және сертификат тақырыбы. Яғни сабақтың мақсаты мен міндетін қазір сіздерге жасанды интеллект арқылы, яғни видео арқылы көрсететін боламын. Барлығымыз бейнебаянға, тақтаға назар аударсақ. Сабақтың тақырыбы электрондық цифрлық қолтаңба және сертификат. Мақсаты, міндеттері. Электрондық цифрлық қолтаңбаның мақсатын сипаттайды және етістік пайдалана алады. Яғни білім алушылар, сіздерге бүгінгі сабақтың мақсаты мен міндеті түсінікті болса, электронды цифрлық қолтаңба, яғни электронды цифрлық қолтаңба дегеніміз, яғни қарапайым тілмен айтқан кезде, яғни электронды құжаттағы сіздің жеке қолыңыздың цифрлық нұсқасы электронды цифрлық қолтаңба деп аталады. Яғни электронды цифрлық қолтаңбаның артықшылықтары, яғни біріншіден заңды күші бар, яғни қолмен қойылған қолтаңбамен тең болып саналады. Қағазсыз жұмыс, яғни ешқандай да құжаттарды электронды түрде рәсімдеуге болады. Үшіншіден қашықтан қызмет алу, яғни үйден шықпай қызметтерді алсақ болады мемлекеттік. Сонымен қатар уақыт үнемдейді, яғни ешқандай да кезекті күтудің қажеті жоқ. Сонымен қатар ол қауіпсіз, яғни криптографиялық қорғау арқылы қорғалып отырады. Ал енді электронды цифрлық қолтаңбаның екі түрі бар, жеке тұлғалар және де заңды тұлғалар. Бізде жеке тұлғаларға интернет арқылы мемлекеттік қызметтерді алу, электрондық сауда-саттыққа қатысу, сонымен қатар Қазақстан Республикасының онлайн қабылдау бөліміне хабарласу, электронды түрде салық органына өтініш беру. Ал енді осы e-gov және де Public Key Instructor, яғни осы порталдарының айырмашылығын айтатын болсам, яғни e-govта бұл, яғни Қазақстанның азаматтары мен ұйымдарына мемлекеттік қызметтерді онлайн режимде алуға мүмкіндік беретін ресми электронды үкімет порталы. Ал екіншісі, яғни Public Key Instructor, яғни бұл ашық кілт инфрақұрылымы, бұл сайт арқылы біз ETSIC-ны алсақ болады, сонымен қатар сертификаттарды жүктеуге және де NCLR бағдарламасын жүктеуге болады. Ал енді электронды цифрлық қолтаңбаға қажетті құжаттарға тоқталып өтетін болсақ, жеке тұлға үшін жеке куәлік, ЖСН, сонымен қатар телефон номері, заңды тұлға үшін БСН, ұйым құжаттары және де сенім хат. Маңызды ескерту, яғни электронды цифрлық қолтаңба жеке сіздің қолыңыз, яғни оны ешкіммен бөліспеу қажетсіз. Екіншіден, яғни басқа адамға осы электронды цифрлық қолтаңбаны беру заң бойынша тыйым салынған. Ал енді барлықтарыңыздың алдарыңызда осындай қағаз бар, яғни электронды цифрлық қолтаңбаны қалай алудың жолдары. Яғни осы қағаздарда 6 қадам берілген, солар бойынша қазір жұмыс жасайтын боламыз. Ал енді барлығымыз біріншіден e-gov порталын ашайық. e-gov порталын ашамыз. Жақсы. Ал енді e-gov порталын ашқаннан кейін
іздеу батырмасына басып ЭЦК деп іздейміз. Электронды цифрлық қолтаңба. Электронды цифрлық қолтаңба. Жақсы. Ал енді онлайн сұрау батырмасын басасыз. Дұрыс. Дұрыс. Ал енді кімде қандай сұрақтар бар? Апай, мен кірмей жатыр. Мынаны басамыз. Жасайынды енгіземіз. Даш қайтын. ЦП. Бірінші қадам, яғни иініміз жазамыз, ЖСН. Жібереміз, дұрыс. Ал енді телефоныңызға SMS код келеді. Осы номеріңіз дұрыс қой? Егер де ол дұрыс емес болса, ана астындағы батырманы басасың. Басқаларымызда онлайн сұрау батырмасын бассын. Жеке тұлғаны басамыз. Жеке тұлғаны басамыз. Содан соң ЖСН деп тұр, соған ЖСН иінімізді, яғни енгіземіз. Камераға енді камерадан өту керекпіз. Енді рұқсат ету батырмасын басамыз. Пайдаланушының келісімді енгізу. Дұрыс. Кілт қоймасын таңдау және тапсырыс беру. Енді сақтау орнын таңдаймыз. Көк басамыз. Сақтау орнын. Осының ішіне выбор папки деп басамыз. Сол біреуін таңдайсың. Құлыптау. Енді астыға түсеміз. Жаңа сертификат жүктеу. Енді құпиясыз. Яғни жұмыс стиліне сақталды. Ал енді қайтадан егов порталына кіреміз. Мына жерде сертификат сәтті орындалды. Яғни сіз ЭЦК кілтіңіз ашылды. Енді пароліңізді ұмытпаймыз, бірақ. Яғни білім алушылар бүгінгі біздің электронды цифрлық қолтаңба алгоритмін алу қадамдарын үйренген болатынбыз. Яғни біз алдық па электронды цифрлық қолтаңбаны барлығымыз? Ал енді бүгінгі сабақтың мақсаты сіздерге түсінікті болса, келесі сергіту сәтіне өтетін боламыз. Ортаға қарай шықсаңыздар, 6 білім алушыдан, аяқтан 6 білім алушы шықсаңыздар. 6-6-дан. Ал енді білім алушылар, суретте көрсетілгенде, яғни бір қозғалыспен стакандарды орнына орналастыру қажет. Яғни бір-ақ рет қозғауға болады. Енді осы бойынша қарап барлығымыз жасап көреміз. Орналастырып көреміз. Бір ғана стаканды қозғауға болады. Дәл суреттегідей болуы керек. Қалай? Жасап көреміз. Көре беріңіздер. Жоқ, уже ол кезде 2 стакан болып кетеді. Жоқ, олай болмайды. Міне, екінші топ дұрыс, яғни осы берілген суреттегідей орынды. Бірінші топ енді кешігіп қалдыңыздар, екінші топ жарайсыздар, орындарыңызға отырыңыздар енді. Ал енді білім алушылар сабақты қорытындылау мақсатында, яғни рефлексия жүргізетін боламыз. Яғни мына QR кодты сканерлеп, бүгінгі сабақ сіздерге қаншалықты түсінікті болды, өз ойларыңызды жазып кетеміз.
білім алушылар, рефлексияларыңызға рахмет. Ал енді біз бағалау жүйесіне өтетін болсақ, бүгінгі сабақ бойынша бағалайтын болсам, бүгін өзін белсенді танытқан Асланбекке 90 балл, Саматқа 90 ұпай, яғни өзін жақсы көрсетті, және де Али Рамазанға 80 балл деген баға қоямын. Ал енді үй тапсырмасына осы электронды цифрлық қолтаңба тақырыбына біз презентация әзірлейміз, яғни Canva бағдарламасында әзірлеп келеміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.